Жыл сайын 30 мыңға жуық қазақстандық шетел асып қоныс аударады. Изначально, конечно, такой цели не было, остаться здесь или жить здесь. Но, конечно, внутри, глубоко в меня сидит мысль, что я должен жить все-таки на родине. Туған жерден жыраққа кетудің себебі неде? Салдары қандай? Здесь очень не хватает этих наших родственных связей. Жат жерде жүріп, қазақы құндылықтарымызды жоғалтпаудың жолы бар ма? Қазақтармен қаншалықты жиі кездесесіңдер? Диаспора өкілдері бар бұнда, Вирджиния штатында, Мэриленд штатында. Шетелдік білімнің артықшылығы мен кемшілігі қандай? Америка же имеет большой опыт в развитии государственных институтов. В связи с этим сделан был мой выбор. Осы және өзге өзекті сұрақтардың жауабын шетелдегі қандастарымыздың өмірінен